Бүгінгі сабағымыз Дәрсул хади ашар 11-ші сабақ. Хайванаттар бағы. Хадиқатул хайванат. Хадиқату бақ. Хайванат жануарлар бағы. Хайванаттар жануарлар бағы. Суреттегенмен қайталаймыз. Тимсахун, қолтырауын. Суъбанун, жылан. Асадун, арыстан. Шиблун, арыстанның баласы. Филун, піл. Зарафатун, жираф. Хиртитун, бегемот. Зипун, қасқыр. Дуббун, аю. Са'лабун, түлкі. Намирун, жолбарыс. Химарун, есек. Хисанун, жылқы. Қирдун, маймыл. Кәлбун, ит. Джамалун, түйе. Фә'рун, тышқан. Бақаратун, сиыр. Ғазалун, газел, яғни аң. Қиттун, мысық. Зиллун, көлеңке. Нааматун, түйе құс. Тауыс, тауыс дегеніміз құс, яғни қазақшада тауыс. Асфурун, торғай. Ғуробун, қарға. Дикун, әтеш. Туюр, туюр құстар, барлық құстарға туюр деп атайды. Қафас, клетка. Харис, күзетші. Зейлун, құйрық. Ришун, қауырсын. Келесі жаттығуларды менімен қайталаймыз. Келесі сөздерді жаттап, менімен бірге қайталаймыз. Және жазып жаттап аламыз. Асадун, арыстан. Намирун, жолбарыс. Филун, піл. Қирдун, маймыл. Ғазалун, газел. Газел яғни киікке ұқсайды біздерше. Зарафатун, жираф. Джамалун, түйе. Хисанун, жылқы. Химарун, есек. Асфурун, торғай. Саъбанун, жылан. Нааматун, түйе құс. Тауыс, тауыс құсы. Хиртит, бегемот. Дикун, әтеш. Қафасун, клетка. Харис, күзетші. Дуббун, аю. Зибун, қасқыр. Са'лабун, түлкі. Шиблун, арыстанның баласы. Зейлун, құйрық. Тимсах, крокодил, қолтырауын дейді қазақша. Ғуробун, қарға. Бақаратун, сиыр. Ришун, қауырсын. Туюр, құстар. Зиллун, көлеңке. Хайванат, хайванаттар. Фә'рун, тышқан. Кәлбун, ит. Қиттун, мысық. Келесі суретті қарап, мына сөзде жазылып тұрған аңды табамыз. Мысалы, намирун дегеніміз не? Жолбарыс. Демек жолбарысқа көрсетіп қоямыз. Хисанун дегеніміз не? Ат, жылқы. Демек жылқыға көрсетіп қоямыз. Дәл солай келесі жаттығуды орындайсыздар. Келесі жаттығу хайуанат сөзін сәйкесінше сол сөзін дәл хайуанат сөзін табамыз келесі бағанадан. Бірақ біздің жағдайда бұл сөздерді қайтадан бір қайталап жаттап аламыз. Өйткені бұл жеңіл. Хайуанат, хайуанаттар. Ғазалун, газел. Нааматун, түйе құс. Хайуанат, хайуанаттар. Джамалун, түйе. Асфурун, торғай. Са'лабун, түлкі. Қафас, клетка. Харис, күзетші. Асфурун, торғай. Туюрун, құстар. Туюрун, құстар. Сәйкес келеді туюр дұрыс па? Хиртит, бегемот. Ришун, қауырсын. Нааматун, түйе құс. Тауыс, құсы. Шиблун, арыстанның баласы. Тауыс құсы. Фә'рун, тышқан. Қирдун, маймыл. Саъбанун, жылан. Дикун, әтеш. Дырсун, азу тіс. Мына жерде тістегі азу тісті дырсун дейді. Саъбанун, жылан. Қиттун, мысық. Зибун, қасқыр. Дуббун, аю. Зейлун, құйрық. Зибаун жаңа сөз. Лобиюн, зибаун, ол да газел. Яғни ғазалун деген сөзге синоним. Зибаун, лобиюн дейді. Содан сөз абу лоби деген сөз содан шыққан. Абу лоби, газелдің әкесі. Яғни зибаун, газел. Аң, киік біздерше. Зибун, қасқыр. Келесі жаттығу кестедегі сөзді қарап сәйкесін табамыз.
Біздің жағдайда бұл сөйлемдерді оқып бірнеше рет жаттап жазып аламыз. Сөйлемдер қарастырып. Әл-әсәду фил қафаси, арыстан клеткеде. Ән-намиру якулул лухума, жолбарыс ет жеп жатыр. Әл-усфуру фауқал фили, торғай пілдің үстінде. Фауқы дегеніміз үстінде. Әл-харису фил қафаси, күзетші клетканың ішінде. Фи ішінде. Ән-намиру якулуд даджаджа, жолбарыс тауық жеп жатыр. Әл-усфуру фауқал фили, торғай пілдің үстінде. Дәл солай барлық сөздердің бәрін жаттап оқып аламыз. Келесі жаттығу ат-тадрибул хамис, 5-ші жаттығу. Ла әрпі әртүрлі харакатпен келгенін көреміз. Ла зиллун, лахрун, лыфрун, мазиллатун, яғни түсінікті. Зиллун көлеңке, лахрун арқа, лыфрун тырнақ, мизаллатун ол қолшатыр. Келесі тә мен дәлдің дыбысталуын айырамыз. Сөздің мағынасын қазір білудің қажет емес. Ол әлде де келеді. Мысалы, турусун, дурусун, рота'a, рода'a, хатта, хадда, сатара, садара, сатирун, садирун, мата, мада, бейтун, бейдун. Түсінікті, тәмен дәлдің айырмашылығы. Ат-тадрибус сабиқ, келесі жаттығу. Каф әрпінің 3 харакатта келуі. Ка, ки, ку. Кәлбун, китабун, курсиюн. Түсінікті. Келесі зәл әрпінің 3 харакатта келуі. Зә, зи, зу. Зейлун, зибун, зуратун. Сөздердің барлығы сіздерге таныс. Зуратун дегеніміз ол жүгері, немесе дән деп атайды. Келесі ла әрпінің 3 харакатта келуі. Ла, ли, лу. Лахрун, зиллун, луфрун. Түсінікті. Келесі жаттығу суретте, суретке сәйкес келетін сөйлемді табамыз. Мысалы, күзетші қай жерде тұр? Клетканың алдында тұр. Демек, қайсы сөзді таңдаймыз? Харисун фи қафасин. Харис ішінде. Ол дұрыс па? Дұрыс емес. Харисун әмәмә қафасин. Күзетші клетканың алдында тұр. Осы сөз, осы сөйлем сәйкес келеді. Келесі сурет қараймыз. Пілдің алдында не тұр? Түйе тұр. Дәл сол сөзді осы кестедегі сөйлемдерден табамыз. Оны өзіңіз табасыздар. Келесі жаттығу ат-тадрибут тасиғ, 9-ші жаттығу. Әмәмә, вара'a, тахта, фауқы деген сөзді өтеміз. Әмәмә дегеніміз алдында, вара'a артында, тахта дегеніміз астында, фауқы дегеніміз үстінде. Оқимыз. Әл-мударрису әмәмә саббурати, мұғалім тақтаның алдында. Әл-мударрису варa'ал харитати, мұғалім картаның артында. Әл-китабу тахтал мактаби, кітап партаның астында. Әл-мизаллату фауқал курсiyyi, қолшатыр үстелдің үстінде, фауқы үстінде. Түсінікті. Осы сөздер жаттап аламыз. Осымен сабағымыз аяқталды.